үй кезекте тұрсаңыз міндетті түрде түгендеуден өтуіңіз керек. Себебі түгендеу ол сіздің жаңағы мемлекеттің барлық үй алу үшін программаларына қатысуға рұқсат береді. Ең бірінші сіз өзіңіз рұқсат беру керексіз, содан кейін база сізге автоматически қандай мемлекеттік программаларға қатыса аласыз, соған SMS хабарламалар жібереді. Әсіресе концепция программасы, наурыз жұмыскер, наурыз әскери, басқа да мемлекеттің программалары, квартирный субсидия болсын, бүкіліне осы түгендеуден өту керек. Түгендеу мынау 4 шагтан тұрады. Сол ең соңында мынау шешім шығып түгендеуден сәтті өттіңіз дегенде барып сіз барлық жаңағы үйдің программаларына қатысып үй ала аласыз. Ал егер одан өтпесеңіз мемлекеттің программаларына қатыса алмайсыз. Сол үшін мынау Өркен отбасы KZ сайтына кіріп, ЕЦП-мен өз атыңыздан және отбасы мүшелерінің атынан кіріп келісім беріңіз керек.